Ал сәлем достар, аорта стенозын бүгін тыңдайтын боламыз. Жүрек аускультациясына міндетті түрде фонендоскопты дайындап, аорта қақпақшасы қайда тұратынын еске алып, яғни оң жақта екінші қабырға аралық төс сүйегінің маңынан тыңдаймыз. Бұл аорта стенозы кезінде тыңдалатын дыбыс. Үйде тыңдап дайындалып келіңіздер. Жүрек аускультациясына міндетті түрде фонендоскопты дайындап, аорта қақпақшасы қайда тұратынын еске алып, яғни оң жақта екінші қабырға аралық төс сүйегінің маңынан тыңдаймыз. Бұл аорта стенозы кезінде тыңдалатын дыбыс. Үйде тыңдап дайындалып келіңіздер.